Алла тағала өзіне кеңінен кеңшіліктер беріп қойған біреулер соны сараңдықпен бүйтіп жинап ешкімге бергісі келмей жүргендер де ойламасын дейді. Қараңыздар. Хуа хойрун лахум. Жаңағы бір жақсылық жинап жатырмын деп. Мал жақсы нәрсе болып көрініп жатыр ғой. Түсінсіз ба? Бәл хуа шаррун лахум дейді. Қараңыздар, турасын айтайын дейді. Жамандықты жинап жатыр дейді. Қандай жамандық? Саюта убақуна бихи. Жыланға айналдырам дейді қияметте бүкіл қазынасын. Үлкен жыланға айналдырам да мойнын орайды дейді. Менен ажырағың келмеп еді ғой деп. Мен де мәңгі ажырамайым сенен. Мен сенің малыңмын деп қайта-қайта. Ойлаңыз қандай азап болады. Саюта убақуна бихи яумал қияма. Қиямет күні өз малдары жыландарға айналып, орап тұншықтырумен болады дейді. Қылқындырумен болады. Сондықтан мал деген мәселеге пайғамбарымыз салсам айтады. Әла естеріңде болсын дейді бізге. Инна динара ва дирхама ахлака ман кана қаблакум. Динар мен дирхам, яғни бүгінгі сөзбен айтқан теңге, доллар мен теңге. Сендерден бұрынғы келген қаншама қауымды құртып жіберген дейді. Енді мына сөзіне қараңыздаршы. Ва хума мухликакум дейді бізге. Бұл екеуі әлі сендерді де құртады дейді. Қараңыз қалай айтып жатыр да. Ла ахофу алейкум мин ба'ди әл-фақра. Егер менің кеткеннен кейін сендердің бастарың Алла тағала жаңағыдай бір таршылық, яғни жеткілікті, өлшеулі ризық беріп қойса, мен ол үшін қорықпаймын дейді. Қараңыздар. Пақырлық келіп жатса мен қорықпаймын дейді. Үмбетіме пақырлық келіп қапты ғой деп жаңағыдай. Валакин ахша алейкум ат-такасура. Бірақ менің сендер үшін қатты қорқатын нәрсем мал көбейтуде жарысып бәсекеге түсіп кетесіңдер ме деп қорқамын дейді. Неге бұлай айтады? Өйткені пайғамбар саллаллаху хадисінде нақты айтады. Инна ликулли умматин фитна. Расында әрбір үмбетке жолдан тайдыратын фитна болған дейді. Қараңыздар. Ва инна фитната уммати ал-малу деген. Сөзсіз менің үмбетімді де жойып жіберу, құртып жіберу мүмкін, тура жолдан тайдырып жіберу мүмкін фитна, ол дүние мал дейді.